Иә, алдың күнгі жасаған лайк, кеше жаңбыр болды. Түске дейін бір 5-6 құйдым да, қалғанын қайтадан орнынан қозғап сумен араластырып қойдым. Енді обедке 1-2 сағат дем алмасақ өлетін жан жоқ дегендей. Бұйыртса бітеді айттым ғой. Бастысы бастап қол салып істеу менің міндетім. Оны қай күні қашан бітіру, берекесін беру тек қана жаратушының қолында. Сосын жаңалық, Алла қаласа ертең кешкісін 12 бұқаны тірі салмаққа өлшеп отырып, весамен Алматыға артып, дүйсенбі таңертеңде келісіп қойғам, сол жерде соятын болып. Сол туралы бір видеолар түседі. Тірідей қанша болды, сойғанда қанша шықты дегендей. Енді қазір Алматы алыс қой бізге. Жолдан салмағы қанша кетеді, қанша пайызын ұстап тұра алады дегендей. Көрсетеміз таң жарқыстайлы қанша болады екен. Көресіздер Алла қаласа.